Жақында ғана Малдив аралына қыдырып барған Қайрат Нұртастың отбасын әлеуметтік желіден көріп тамсандық. Тіпті қыздарының ашық екенін де сөз еттік. Кішкентай Рабия Сұлтанды да көрдік. Ал енді одан кейінгі постында жұлдыздың ешқашан қол үзбеймін, өлердей жақсы көремін деген постында Инстаграм, ТикТокқа жариялап жібердік. Барлығы ойлап жатыр, Қайратпен қол үзбеймін деп жатыр, Қайратпен еш уақытта жақсы көрем деп жатыр деген. Жоқ, олай емес. Жұлдыз Әубәкірова, Жұлдыз Әбдікәрімова ол өзінің театрдан ешқашанда қол үзбеймін, театрды өлердей жақсы көремін. Қанша жерден қиын қыстау болса да жанкештілікпен қаншама театрда өнер көрсеттім. Маған сол ұнайды, өйткені менің жаратылысымда, бойымда театрда ойнайтын, театрда жүретін қасиет бар деп әлеуметтік желіде жазды. Бірақ хейтерлер, біз сияқты хейтерлер оның барлығын өзгертіп, ешқашан қол үзбеймін, өлердей жақсы көремін деп Қайрат Нұртасты айтып жатыр, Қайрат Нұртаспен ажыраспайды екен деп жатыр. Алайда барлығы жалған екенін көрдіңіздер. Қайрат Нұртаспен бірге жүргенін, енелерімен, ата-енесімен барғанын, аралдан келдік, қыдырып келдік, шетелден келдік деген барлық нелерін сіздер Инстаграмнан көріңіздер.